Alыстан ақтарытып келіп қалдыңыздар енді. Ауыл аймақтарыңыз аман ба? Аман есен. Қыстан қалай шықтыңыздар? Қыстан Аллаға шүкір жақсы шықтық. Бұдан өте көктем аман мерекесі, көрісу мерекесі дегенде қазақтың бір ұлттық дәстүрі ғой енді. Қыстан шығып адамның қыс бойы үйден шықпай енді сол қыстан көктем келіп, жеріміз көгеріп, аузымыз аққа келіп, малымыз төлде, адамзат бір-біріне тіршілігін біліп, амандасып көрісу мерекесі дейді екен осы. Оң болсын, ақ болсын. Енді бұл алып отырыңыздар. Шүкір қазақтың мал бастарымыз төлде. Ауыздарыңнан ақ кетпесін. Мына келген біздің Наурыз апалар, хош келдіңіздер. Hoş geldinizler. Көне салттың үлгісі игі дәстүр көрісу, жиын тойға жиналып қызықпенен бөлісу. Реніштерін кешіріп, өкпелерін өшіру, ерте тұрып бар ауыл қуанышпен көрісу. Қыстан шыққан бар халық амандығын сұрасу, зет жасап үлкенге жақсылықпен тарасу. Дастарханнан дәм беріп, қан шайымен ауысу, төс қағысып кәрі жас, құтты болсын айтысу. Ағайынмен туыстық қатынасты бекіту, жақын тұрған көршілер татулықты ту ету. Ерте тұрып бар ауыл, ақ ниетті ақтару, бір жас міне қостық деп амандықпен шаттану. Сәлем беріп көктемге, тағзым ізет көрсету, қазандарын көтеріп, наурыз көже пісіру. Сыйластықтың белгісі, араздықты ұмыту, өткен күннің жемісі, көне дәстүр көрісу. Көрісу күні құтты болсын. Мойынын қақ жолына ұсынғандар, құтырна бұтпасыңа бағың арытсын, бір Алла қабыл етесің доңдар. Балалардың мінгені жорға тай болсын, жорғалатып келгенде байдың көңілі жай болсын. Ай жағынан қарасаң алтын терек орнасын, күн жағынан қарасаң күміс терек орнасын. Бөлшіл бол, бозторғайдай төлшіл бол, бәйтеректей гүлі бол, пайғамбардай нұрлы бол. Мұхаммед үмбет айтқан жарапазан, оразаң қабыл болсын.